Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздермен шығыс пирогын дайындайтын боламыз. Өте дәмді әрі жұмсақ, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Барлық қажет заттарды описание бөліміне қалдырып кетемін. Ең алдымен бір жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аласыздар. Егер сіздерде венчик болмаса, шаңышқаның көмегімен де араластыра беруге болады. Мінекей қыздар, мен араластырып болдым. Көргендеріңізде осындай масса болып шығады. Енді оның үстіне ерітіп алған сары майымызды құйып, тағы да жақсылап бір келгі масса болғанша араластыратын боласыздар. Келесі ұнымызды дайындаймыз. Ұнымызды өлшеп алғаннан кейін үстіне өлшеп алған разрыхлителімізді салып, жақсылап араластырып, ұнымызды салатын боламыз. Бірден ұнды сала берулеріңізге де болады. Егер сіздер весейдің көмегімен өлшеп алған болсаңыздар, онда бірден қорықпай барлығын сала беріңіздер. Шаңышқаның көмегімен жақсылап ең алдымен араластырып алып, немесе қолмен де болады. Тестамызды саусағымыздың ұшымен айналдыра отырып, жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Қатты қылып баспайсыздар. Егер қатты қылып басатын болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз өте қатты болып кетуі мүмкін. Осындай қолға жабыспайтын, өте жұмсақ бір келкі тестамыз дайын болады. Қолымыздың көмегімен дөңгелектеп алып, бірден формамызға жаятын боламыз. Мен орташа размердегі үлкендеу формаға жайып алдым. Егер сіздерде бұндай форма болмаса, дөңгелек пішінді формаға да орналастыра берулеріңізге де болады. Егер де үлкендеу формаға орналастыратын болсаңыз, оқтаудың көмегімен ортасын басып жіберсеңіз болады. Сонда сіздің тестаңыз бір-біріне тезірек жабысып бірігетін болады. Келесі салмасын дайындайтын боламыз. Немесе салмасын алдын ала дайындап қойсаңыз да болады. Осындай кепкен жемістерімізді турап алып, кез келген кепкен жемістерді пайдалана беруге болады. Келесі жаңғақты блендердан өткізіп алдым. Өте майда қылып жіберуге де болмайды. Немесе блендеріңіз болмаса, өткізбей-ақ сала берсеңіз де болады. Мен грек жаңғағының орнына осы жаңғақтың түрін пайдаландым. Егер сіздерде грек жаңғағы болса, соны пайдалансаңыздар да өте дәмді шығады. Дайындап алған орех, кепкен жемістерімізді осылай дайын тестамыздың үстіне орналастырып шығатын боласыздар. Үйіңізде қандай да бір кепкен жеміс немесе орех түрі болса, кез келген түрін қоса берсеңіз де болады. Мен мейізді де қостым арасына. Салмасына қажетті граммдарын описание бөліміне жазып кететін боламын. Мінекей қыздар, мен барлығын орналастырып болдым. Келесі енді бетіне сгущенкамызды құятын боламыз. Менде сгущенканың осы түрі ғана болды. Видеода көрсетілгендей сгущенканың түрін алатын болсаңыздар, бұдан да дәмі ерекше болып шығатын болады. Сол себепті осындай сгущенка түрін алуға кеңес беремін. Сгущенканы бетіне құйып шықтым. Осыны 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп шығасыздар. Дәмі өте ерекше, жұмсақ болып шықты. Қалауыңызша бетіне қант ұнтағын сепсеңіз де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.